Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың иегері, Алматы облысының құрметті азаматы Бексұлтан Нұржекеұлы биыл 85 жасқа толды. Мерейтой басы Алматыда орналасқан Антон Чехов атындағы қалалық кітапханада басталды. Өзіне тән айшықты қаламгерлік стилімен оқырман жүрегіне терең жол тартқан жазушымен тілшіміз жүздесті. Адам жанының тылсым құпиясына терең бойлап сыршылда нәзік иірімдерімен оқырманын елтіп отыратын лирик жазушы Бексұлтан Нұржекеұлын қаймана жұрты жақсы біледі. Жылы жүздесуде сөз алған қатарластары қабырғалық қаламгердің әдеби еңбегін жарыса сөз етті. Соның ішінде Орбұлақ шайқасы туралы зерттеулері өзінше бір төбе. Мына Орбұлақты қазаққа алып келген негізі Орбұлақты осы Бексұлтанның еңбегі деу керек. Бұл Орбұлақ жөнінде жазған ғалымдар өте көп, бірақ дәл қай жерде болған ешкім айтпаған. Мынау 1993 жылы қазаққа Орбұлақты мына жерде болды деп, Орбұлақтың өткен жері мынау Белжайлау деген қалыптастырды. Және сол 93 жылы республикалық деңгейде үлкен Орбұлақтың 300 жылдық тойын өткізді. Бұған 2 танкімен сөйлеп отыр, үлкен алып гранит тапар тауға бекітті. Демек бір жерде қалыптасты деген сөз. Бексұлтан Нұржекеұлы әдебиетке барын салып адал еңбектенген шынайы қаламгер. Тырнақалды туындысы кінәлі махаббат әңгімесінен бастап алған бір өкініш, бір үміт, күтумен өткен ғұмыр жау жағадан алғанда, әйел жолы жіңішке сынды сан тақырыптағы толып жатқан әңгімелері мен повесттері, сонымен қатар романдары жарық көрді. 2024 жылы Өзендер өрнектеген өлке атауымен 13 томдығы баспадан шықты. Ал Әй дүние-ай романы 2016 жылы мемлекеттік сыйлық еншіледі. Бұл кісінің өзінің тұрақты оқырмандарының қатарындамын. Сонау күтумен кешкен ғұмырдан бастап, бір өкініш, бір үмітінен бастап, одан бергідегі романдары бар, шағын қаншама көптеген әңгімелер бар. Соның барлығын тұтастай оқыған оқырмандарының қатарындамын. Енді өз буынның атынан айтатын болсам, қазір уақыт өткен сайын әдебиетке жаңа жазушылар келе береді, жаңа шығармалар туа береді. Бірақ халқымен бірге, әдебиетпен бірге жасай беретін шығармалар болады. Ол Бексұлтан Нұржекеұлының шығармалары. Жазушы 1941 жылы 22 ақпанда Жаркент өңірі Ақжазық ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын ұстаздықтан бастап, әр жылдары Жалын, Жұлдыз және Парасат журналдарында жауапты қызметтер атқарды. Ақ қағазға адал қаламгер күні бүгінге дейін қолынан қаламсабын тастаған емес. Жуырда ғана Шыңғыс Қаған және оның құпиялары атты тарихи танымдық шығармасын аяқтады. Алда мен қазір жаңағы Шыңғыс Ханды бітіргеннен кейін енді Ахмет Байтұрсыновтың емлесі жайында жазғалы жүрмін. Мен өзім оқи алмаймын. Маған адамдар оқып береді. Мен өзім жазамын, өз жазғанымды өзім оқи алмаймын. Оны оқып беретін адамдар бар. Құдайға шүкір. Солардың арқасында әлі оқимын, жазамын деп ойлаймын. Ендігі бірінші мақсатым сол Ахмет Байтұрсынның емлесінен неге ажырап қалдық. Осыларды оятқым келеді. 85-кенде енді не істейсің? Өзіңді ойлауды қою керек енді. Өлгенше бірдеме халыққа айту керек. Қазіргі ұрпақ оқпаса, келесі ұрпақ оқама деп ойлаймын. Қазақ үшін қадірі бөлек қаламгердің 85 жылдық мерейтойы алдағы уақытта әр өңірде жалғасын табады. Құрманжан Қасымжанұлы, Дәурен Қажыбаев, Қонаев медиа.